Ассалаумағалейкум, есімім Мұхаммед Бақтиярлы болады. Бүгін бізде 8-ші сабақ ерте жыныстық қатынас және оның салдары бойынша айтып отыратын боламыз. Егер сұрақтарыңыз болса, қойып отырыңыздар. Ары қарай сіздердің сұрақтарыңызға да жауап беретін боламыз. Егер естіліп тұрса, мына жақтан лайк басып реакция беріп қалдырып кетіңіздер. Жалпы ерте жыныстық қатынас дегеніміз алдындағы статистика бойынша қарағанда Ресей елінің статистикасы болған 2022 жылғы 16 жасқа толмаған жасөспірімдердің арасында жыныстық қатынаспен өмір сүретін жасөспірімдердің саны 30%-дан 32% болған. Яғни 100 адамның ішінде 30-ы жыныстық қатынасқа ерте жастан түседі екен. Енді ол ерте жыныстық қатынас жасөспірімдердің денсаулығына, психологиялық жағдайына және әлеуметтік өміріне айтарлықтай әсер етеді. Жалпы бұл әсіресе жыныстық жолмен берілетін инфекциялар қаупін өте жоғары арттырады. Енді ерте жыныстық қатынастың салдары қандай? Ерте жыныстық қатынастың салдары ең бірінші жыныстық жолмен берілетін инфекцияларға ерте жыныстық белсенділігі жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды жұқтыру қаупін арттырады және бұл инфекциялар ұзақ мерзімді денсаулық пен проблемаларға алып келуі мүмкін. Одан кейін жасөспірімдердің арасындағы алғашқы орындардың бірінде ерте жастағы жүктілік. Жасөспірім қыздардың ағзасына жүктілікке толық дайын болмауы мүмкін. Бұл яғни ана мен баланың денсаулығына қауіп төндіреді. Одан бөлек Қазақстанда 15-18 жас аралығындағы қыздардың босануы соңғы жылдары 50,5%-ға дейін өскен. Яғни бұл көрсеткіш өте жоғары көбейіп кетті деген сөз. Одан кейін психологиялық мәселелер, психологиялық проблемалар. Ерте жыныстық қатынас психологиялық дағдарысқа, әлеуметтік оқшаулануға және өзіне деген сенімсіздікке алып келеді. Ал одан бетер басқа да салдары өте жоғары. Жалпы жыныстық жолмен берілетін инфекцияларда Қазақстандағы статистика бойынша Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығының мәліметі бойынша 2023 жылы Қазақстанда жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың жағдайын төмендеуі байқалады. Бұл яғни урогенитальды трахомонияз 3225 жағдай, 100 мың тұрғынға шаққан кезде ол 16,3%. Бұл да өте жоғары көрсеткіш. Одан кейін мере-сифилис 1840 жағдай, яғни 100 мың тұрғында 9,3 адам. Урогенитальды хламидиоз 2650, гонокок инфекциясы 1337 жағдай. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Яғни бұл дегеніміз жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың санының жоғарылауы өте көп деген көрсеткішті береді. Бұл көрсеткіштер халықты жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың алдын алу және де хабардар ету үшін шаралардың тиімділігін көрсетеді. Енді бұлар жалпы қай кезде орын алады? Ең бірінші біздің өзіміздің адамдардың сауатсыздығының кесірінен. Себебі ол ондай жағдайға алып келмеуге дейін болатын еді. Ал біз оны дұрыс ары қарай қарап толық зерттемегеннен кейін бізде проблемалар пайда болады. Ең бірінші жыныстық жолмен берілетін инфекция және ерте жүктіліктің қаупі бұл жыныстық тәрбие мен контрацепция әдістерінің туралы білімнің болмауы, жасөспірімдерде жыныстық жолмен берілетін инфекциялармен жоспарланған жүктілікке ұшырайды. Одан кейін бізде психологиялық мәселелер, жыныстық қатынасқа дайын болмау, бұл эмоционалды күйзеліс, өзін-өзі бағалаудың төмендеуі және де депрессияға дейін алып келеді. Енді бізде жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың ішінде ең жиі кездесетін бірнеше түрлері бар. Соларға кішкене тоқталып кетейік. Ең бірінші хламидиоз. Бұл көп жағдайда симптомсыз өтеді, бірақ кейде жыныс мүшелерінің бөлінділер, зәр шығару кезіндегі ауырсынулар байқалады. Емделмеген жағдайда бұл аталық жыныс бездерін, аналық жыныс органдарының, яғни аналарда трубкаларын, ер балалардың жыныс шығаратын түтіктерін бітеп тастап, ары қарай бедеулікке алып келеді. Одан кейінгі түрі гонорея. Бұның белгілері зәр шығару кезіндегі күйдіру, жыныс мүшелерінен іріңді бөліністердің бөлінуі. Асқынған жағдайда бұл да бедеулікке себеп болуы мүмкін. Одан кейін мерез ауруы. Алғашқы кезеңде ауырмайтын жара пайда болады, кейін ол тері бөртпелері, бездердің ісінуі байқалады. Емделмесе жүйке жүйесі мен ішкі ағзаларға зиян келтіреді. Одан кейінгі түрі адам папиллома вирусы.
жыныс сүйелдерін тудырады. Кейбір түрлері жатыр мойын обырының дамуына алып келеді. Қазіргі уақытта осы папиллома вирусы әйелдер, яғни әйел адамдарының арасында өте көп таралып жатыр. И одан кейін бұлар жатыр обырына алып келетін бірден бір себептердің бірі болып отыр. Енді қорғану, контрацепция түрлеріне тоқтала кетейік. Ең бірінші, қазір көп тараған түрлерінің бірі презервативтарды, яғни мүше қаптарда пайдалану. Бұл жыныстық жолмен берілетін инфекциялар және де осы жоспарланбаған жүктіліктің алдын алу әдістерінің бірі болып табылады. Бірақ бұл жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды 100% қорғайды деген нәрсе емес. Сол себепті бұл да сіздерде 100% қорғайды. Келесі түрі жыныстық серіктестердің санын шектеу. Жалпы енді бізде енді үйленгенге дейін жыныстық қатынасқа түспеген дұрыс деп жатамыз. Ал қазіргі уақытта бұған енді өте салғырт қарайды. Әртүрлі серіктестері көп болады, яғни партнерлары. Бұл да бізде жыныстық жолмен берілетін аурулардың санын арттырады. Хорошо, егер бізде ол емделетін аурулар болатын болса, ал егер емделмейтін аурулар болатын болса, аз ғана ләззат үшін бізде үлкен проблемаларға алып келеді. Одан кейін жыныстық сауаттылықты арттыру, жасөспірімдерге жыныстық тәрбие беру, жыныстық тәрбиені дұрыс жеткізу, яғни қауіпсіздік шарасы бойынша мінез-құлықты қалыптастыруға біз бірден бір көмектеседі. Одан кейін енді контрацепцияларға жеке-жеке әрқайсына тоқталайық. Ең бірінші гормональды препараттар, гормональды әдістер, туға қарсы таблеткалар, импланттар, бұлардың тиімділігі жоғары, бірақ бұл кезде міндетті түрде дәрігердің кеңесін алу қажет. Себебі егер де алмаған жағдайда бұлар ер адамдар үшін де, әйел адамдар үшін де өте қауіпті, яғни бедеулікке дейін алып келеді. Одан кейін жатырішілік құрылғылар, бұлар ұзақ мерзімді қорғаныс береді, бірақ оны орнату үшін арнайы медициналық маманның көмегі керек. Ал қазіргі уақытта оны егер де бала босанбаған, яғни жүктілігі болмаған қыз балаларға оны қолдануға болмайды. Одан кейін бізде барьерлік әдістер бар. Олардың ішінде мүше қаптар, жаңа презервативтар жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғайды, және ол көп қорғанады. Кей жағдайларда бұл кездерде де қолдану барысында да әртүрлі аллергиялық, әртүрлі проблемалар болуы мүмкін. Енді төтенше контрацепциялар, қорғалмаған жыныстық қатынастан кейін қолданылатын таблеткалар, бірақ оларды жиі қолдануға ұсынылмайды. Постоянном основе нельзя его принимать. И одан кейін алдын алу шаралары, жыныстық тәрбие. Жалпы бізде қазақ қоғамында жыныстық тәрбие жайлы мүлдем әңгіме қозғалмайды десек те болады. Оны ұят деді да полный жауып тастаған. И осының салдарынан жаңағы жоғарыда айтып кеткен проблемалардың көбеюі жүріп жатыр. Ең бірінші жыныстық тәрбиеден бұрын, ең бірінші бізде жыныстық гигиенадан бастап барлығын негізінде толық ата-анамыз бізге түсіндіріп беру керек еді. Ал проблема осы жайында толық жауып тастағаннан кейін бізде әртүрлі проблемалар пайда болып жатыр. Одан кейін бізде контрацепциялар құрылғыларын дұрыс пайдалану, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар және де жоспарланбаған жүктіліктің алдын алу үшін контрацепция әдістерін қолдану қажет. Одан кейін медициналық тексерістер, тұрақты медициналық тексерістерден өтіп отыру керек, және де жыныстық жолмен берілетін инфекцияларға ерте анықтауға бұл емнің дұрыс болуына тікелей көмектеседі. Ерте жыныстық қатынастың салдары түсіну және оның алдын алу шараларын қолдану жасөспірімдердің денсаулығы үшін және де оның кейінгі болашағы, яғни одан кейінгі ұрпағы үшін өте маңызды рөл атқарады. Енді ерте жыныстық қатынас, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, контрацепция туралы мифтер мен шындықтарға бірнеше тоқталып кетейік, себебі бұл да біз үшін маңызды. Ең бірінші мифтардың бірінші жыныстық қатынаста жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды жұқтыру мүмкін емес. Ондай жоқ. Егер де сіздің партнеріңізде қандай да бір инфекция бар болатын болса, именно қорғалмаған жыныстық қатынасқа түсетін болсаңыз, онда бір емес бірнеше инфекцияны қатарынан ұстап алуыңыз мүмкін. Сол себепті бұл жай ғана миф. Шындығында сіз қандай қатынасқа түссеңіз де жұқтырып алу
вероятності өте жоғары. Одан кейін екінші миф, мүше қаптар 100% қорғайды. Бұл да қате түсінік. Шындығында презерватив проблема жоқ, олар өте тиімді, бірақ 100% емес. Себебі жыныстық қатынас барысында әртүрлі ер адамнан әйел адамнан бөлінетін сұйықтықтар арқылы да әртүрлі жыныстық жолмен берілетін инфекциялар жұғу қаупі өте жоғары. Және де енді бұл кезде де мүше қаптарды дұрыс таңдау керек, дұрыс пайдалану керек. Оны да егер дұрыс емес пайдаланатын болса, әрине жүктілікте де не болмаса инфекцияларында берілу қаупі өте жоғары. Одан кейін жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың белгілері міндетті түрде болады. Ондай емес. Кейбір инфекцияларға көбісінде болады, ал бірақ кейбір түрлерінде мүлдем симптомсыз өтеді. Ауырсыну белгілері, ешқандай көріністер берілмеуі мүмкін. Мысалға, солардың біреуі хламидиоз, одан кейін папиллома вирусы кездерінде бізде ешқандай да симптом көрінбеуі мүмкін. Яғни оның адам организмде жүріп, жоғары өрмелеп, мысалы хламидиоз көп жағдайда енді ер адамдарда емдегеннен кейін хламидиоз инфекциясы ұзақ уақыт жүрген кезде олардың аталық ұрық түтіктерінің барлығын бітеп, сәйкесінше бедеулікке алып келеді. Ол әйеліне жұқса, әйелінде де сондай проблемалар болуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде тексерілу керек. Ешқандай белгі көрінбеді, тексермей жүре берем деген нәрсе жоқ. Қазіргі уақытта бізге келетін пациенттердің мен жыныстық қатынасқа 2 жыл алдым болғам, 1 жыл алдым болғам, менде бірақ ешқандай симптом көрінбейді деп тапсырғанның өзінде бізде кемінде 2 инфекция шығып жататын жағдайлар орын алады. Одан кейін келесі 4-ші миф, қыздық пердесі бүтін болса, жыныстық жолмен берілетін инфекция жұқпайды. Бұл өте күлкілі жағдай негізінде. Шындығында жыныстық жолмен берілетін инфекция жыныстық жолмен ғана емес, қан, сілекей және де әртүрлі тері арқылы да жұғуы мүмкін. Именно солардың ішінде герпес, АИТВ, АИТВ инфекциясын білеміз. Ол қазір медицинаның оған шамасы жетпейді. Сол себепті бұлардың барлығын өте алдын ала қарап, тексеріліп алған дұрыс. Ең маңыздысы бұл жерде, жаңа айттық, партнерлардың көп болуы. Партнерлар көп болған сайын бізде инфекциялар көбейеді. Партнерлар көп болған сайын бізде аурулардың асқынуы, яғни аурулардың санының әртүрлі болуы бірден бір проблемалар. Сол себепті енді ер адам болса да, қыз бала болса да, тұрмыс құрмай жатып партнер болған дұрыс емес. Яғни жыныстық қатынасқа түсу қажет емес. Ер балаларда енді қазақта сөз бар ғой, ұлды 30 үйден тыю, қызды 40 үйден тыйым деген. Осының барлығы бекер айтылмаса керек. Бұларда бізді қандай да бір осыған дейінгі ата-бабаларымыздың білімділігінің, көрегендігінің әсерінен бізді талай нәрседен аман алып қалып отыр. Ал қазіргі жастарда ондай болмаған себебінен жоғарыда аталып кеткен проблемалардың барлығы шығып отыр. Сол себепті алдағы уақытта барлық нәрсені ақылмен, біліммен, ответственності, яғни бұл жерде үлкен ответственность бар екенін сезініп қана жасаған дұрыс болады. Негізінде жасамау керек. Егер жасаған болсаңыздар, міндетті түрде қаралып, тексеріп, өз денсаулықтарыңызға өздеріңіз мән бермесеңіздер, оған басқа ешкім жауап бермейді. Сол себепті өз денсаулықтарыңыз өздеріңіздің қолыңыздарыңызда. Назарларыңызға рахмет.